Здравствуйте всем! Сегодня мы с вами пройдем, как же меняются притяжательные местоимения с одушевленными существительными. Мы с вами в прошлый раз рассмотрели, как меняются притяжательные местоимения с неодушевленными существительными. Здесь тоже ситуация как с прилагательными. Так как существительные одушевленные в винительном падеже меняются, вместе с ними также меняются и местоимения. Бүгін біздер сіздерменен жаңлы атлықлар винительный падежде алмасықлар менен көріп шығамыз. Өткендегідей ситуация қайталанады, яғни келбетліклерде жаңлы атлықлар менен қандай өзгерген болса, тартым алмасықларда тап сондай болып өзгереді. Яғни жаңлы атлықлар менен өзгереді. Көріп шығамыз. Мужской родта. Мой брат, менің ажағам. Мына тұрысында кім деген сұрауға жауап беріп кетті. Енді, брат деген сөз брата болып өзгерді. Кімді деген сұрауға жауап беру үшін. Атлық өзгерді ма? Алмасық обязательно өзгеруі керек. Менің ажағам, көріп тұрпан менің ажағамды. Переводлаған кезінде қаратамыз, қарақалпақ тілінде менің деген алмасық өзгермейді. Бірақ рус тілінде обязательно өзгеру керек. Соны милеріңізге жақсап құйып алың. Атлық өзгерсе, алдындағы келбетліклер, алмасықлар һәм қатарлық саналар өзгереді рус тілінде. Қарақалпақ тілінде өзгермейді. Так, моего, твой, твоего, его, ее қала береді. Наш, нашего, ваш, вашего, их, их. Қалеген мужской родтағы жаңлы атлықлар менен сіздер алмасықларды осы тұрысында сізде аласыз. Енді женский родтағы атлықлар менен уже сіздерге қиын емес деп ойлаймын, себебі жаңлы һәм жансыз женский родтағы атлықлар бірдей болып өзгереді. Һәм солар менен бірге істетілетін келбетліктер һәм алмасықлар да бірдей болып өзгереді. Существительными женского рода, с одушевленными существительными, ситуация точно такая же, как с неодушевленными существительными. Вы уже, наверное, привыкли, существительные меняются одинаково, как одушевленные, так и неодушевленные, поэтому вместе с ними используемые местоимения, прилагательные, порядковые, числительные точно так же одинаково меняются, как с неодушевленными, так и с одушевленными. Здесь вам будет немножко легче. Так, сестра, сестру болып өзгерген үшін алдындағы моя, мою болып өзгереді. Мою. Жаңа өткен сабағымызда біздер жансыз атлықлар менен мою, мое окно деп пример келтіріп едім. Ол жерде мою деген фейл. Жуп атырман деген. Бұл кезінде оға түседі пәт. Так, твоя, твою, его, ее қала береді. Наша, нашу, ваша, вашу. Қалеген женский родтағы жаңлы атлықлар менен тартым алмасықларын осы тәрізді істетсеңіз болады. Енді средний родқа және келеміз. Так как существительные, одушевленные среднего рода в винительном падеже не меняются, вместе с ними местоимения тоже не меняются. Несмотря на то, что они одушевленные. Запомните это правило. Многие спрашивают, почему они же одушевленные, они должны меняться. Просто это правило, и все это надо принять и запомнить. Мына жерде де средний родтағы жаңлы атлықлар өзгерместен қалады, соның менен бірге алмасықлар да өзгерместен қалады. Көп оқушыларымда сұраулар туылады. Не үшін средний родтағы жаңлы атлықлар өзгерместен қалады деп. Енді бұл қағида солайынша естіп қалуымыз керек. Осы жерде бір зат айтып кетуім керек. Именно осы винительный падежде көп киноларда, фильмларда көремін, һәм русша сөйлесіп отырған адамларды естімен разговорныйда өзгертеді, өзгертіп айтады. Бірақ қағидасы бойынша, грамматика бойынша бұлар өзгерместен қалу керек. Винительный падеж бойынша
сұрауларыңыз бар болса комментарийларда беріп кетесіз, жазып кетесіз. Лайк, репост қыламыз. Сабақларымыз ұнап отырған болса, оны да жазып кетесіз, iltimos. Ham bugun shu meni sabağımız tamam. До свидания.